Не айтарыңды білмесең шыныңды айт деген шығыстың даналығы осындай тығырыққа тірелгенде жаныңа қуат береді. Біз бүгін шідер үзіп, шындықты айтамыз деп шештік. Бұл фильм бал жағылған қызыл сөз құрмақтан емес. Бұл фильм нақты дерек пен дәйекке негізделген толық тұжырым. Отан ортақ отау, қастерлі құндылық. Сондықтан ел дегенде жанып кететін жанашырлық бәрімізге қажет. Бірақ бұл ұстын баршаның бойынан табыла бермейді. Әсіресе мемлекетті сауын сиыр көретін пенделік пиғыл басым. Мақсатсыз жоба, мағынасыз жиын өткізіп, бюджеттің бүйірін үңгейтіндер әзірде азаймай тұр. Ел қаржысын басып жеп, шашып жарататындармен аямай күрескен Ақтөбенің экс-әкімі тұғырлы тұлға Тоғжановқа тасада жатып тасататындар кейінгі кезде күрт көбейіп кетті. Неге? Хронологияны сәл кері сырғытайықшы. Коронавируспен күрес кезінде Қазақстанда көзсіз ерлікке барған 2 адам болса, соның бірі осы Тоғжанов. Премьер-министрдің орынбасары өресінде аурудың алдын алу шараларын ойластырып, ұлттың саулығы үшін сан тарау стратегиялық жобаларды жасап шықты. Сындарлы сәтте еліміз 19 мың адамнан айырылды. Тынысымыз тарылып, ауру тырп еткізбей тұсаулап тұрған шақта Тоғжановқа мемлекеттік комиссияға төрағалық ету міндеті жүктелді. 2 жыл 7 ай жан алқыммен жүріп күрескен жан, тұрса күлкісін, жатса ұйқысын ұмытып, толассыз тірліктер атқарды. Ал қасат-қарлы қаңтарда көптеген шенді шекпенділер басын бұғып, көрпенің астына тығыла қалғанын қалай ұмытамыз. Әншейіндегі көп шуылдақтың бірі жоқ, жым-жылас. Бәлкім қай жеңгенің менікі деген пиғыл, бәлкім қанға сіңген үркектік. Бірақ дәл осы сәт президенттің пәрменімен Тоғжанов толқыған жұрттың ортасынан табылды. Комиссия құрып, кілтипанның кілтін іздеді. Кеудесін ашу кернеген ағайынға басу айтты. Бұқараның базынасын билікке жеткізді. Үлкендіктің үлгілі үрдісін көрсетті. 30 мыңға жуық адамның ортасынан табылып, президенттің қабылдаған шешімін жеткізді. Нақты жұмыстардың арқасында Маңғыстауда бір адамның мұрны қанаған жоқ, бір терезе сынған жоқ. Жан-жақта қан төгіліп жатқанда, елдің алдына батылдықпен шығудың өзі ерлік емес пе? Бұл метр үшін 50 теңге дәлізінде облыстың қалалары мен аудандар жағдайында сұйытылған мұнай газына құнын мөлшерін саралау, газ мұнай газ акционерлік қоғам есебінен жүзеге асырылсын. Екіншіден жігіттер, Ақтау қаласының интернет ресурстарын қосуды жүзеге асыру. Үшіншіден, құқық қорғау органдарының 2-4 қаңтар 2022 жылға орын алған рұқсат етілмеген наразылық акцияларына қатысушыларды қудалануына жол бермеуді қамтамасыз етсін. Төртіншіден, Қараген бас кеңгердің ақтаулық жұмысшыларын Ақтау қаласына тасымалдау үшін көліктер жіберуді сұраған болатын. Ол мәселе шешілді, автобустарында жіберілді, азаматтарың осында келді. Осында шешім қабылданды. Комиссияның төрағасы Ералы Тоғжанов. Лұқпанлы қай лауазымда да абыройына дақ түсірген жоқ. Үнемі көрмеуі қиын күрделі нүктелерде қызмет етті десек, артық айтқанымыз емес. Қай қызметінде де қиыннан қиырға жол таба білді. Бұл нағыз іскерлігінің, таразы басын тең ұстайтын шеберлігінің өлшемі болар бәлкім. Желпіндеп тұрған жер дауында да алғы шепте Ералы мырза жүрді. Тоқымдай жер ала алмай торыққанда Тоғжановқа мұңын шақты. Жер шетелдіктерге сатылмасын деп талаптарын айтты. Мұхыменді біраз шулатқан бұл мәселе телеэфир арқылы ашық жұмыс форматында бір айдың ішінде шешімін тапты. Тікелей эфирден жүріп жатыр, сондықтан ешкім бешерден тығылып отқан жерде мәселе жоқ. 2022 жылы Ералы Тоғжанов Ақтөбеге әкім болып келді. Индустриалды аймақта ерінуге де, кейін шегінуге де болмайтын жұмыстар көп еді. Соның бірі Алтын үйі ауыл жайы. Ақтөбеде әр жыл сайын 17 мың адам ауылдан қалаға қарай қадам басатын. Арқада аяз болмаса, арқарауып несі бар демей ме? Тұрақты табыс, жайлы жан бағысы болса, кім жылы орнын суытқысы келеді? Ауылға келушілердің, кетушілердің көп болуы алаңдатарлық ахуал әрине. Тоғжанов мұны жақсы түсінді. Түсінді де республика бойынша ауыл аманаты жобасын алғаш болып Ақтөбеде бастап кеп жіберді. Елдің шетіндегі, желдің өтіндегі ағайынның орты толып шыға келді. Ауылдағы жұмыссыздық мәселесі 41,4%-ға азайды. Республикада жоқ тауарлы кредит жобасы пайызсыз, кепілсіз түрде көп балалы 335 отбасыға 4758 бас мал берілді. Атаулы әлеуметтік көмек алушылар саны 39%-ға қысқарды. Мұны бір деңіз.
Жалпы жобаға осы уақытқа дейін 6,5 миллиард теңге қарастырылған. Бүгінгі күнге 105 мыңға жуық құс сатып алынды. 71 шағын жылыжай ашылды. 130 гектардай жерге картоп, көкөністер егілді. 270 кәсіпкерлік орындарына несие берілді. Жалпы бағдарлама өте тиімді бағдарлама. Ең бастысы ауылдағы халықтың табысы көтерілді. Өзінің күнделікті табысы түсіп тұрғаннан кейін бұл жан-жаққа көшу процесті тоқтайды, азаяды деген біздің өзіміздің жобамыз бар. Осындай жұмыстар атқарылып жатыр. Ақтөбенің осы жердегі ауылдық жерлердегі адамдарды қазіргі уақытта тенденцияға айналып кеткен қалаға көшу процесін осы бір жақсы бағдарламаның нәтижесінде ауылдық жердің өзінде де еңбек өнімділігін арттыруға байланысты сол жердегі қарапайым халықтың осы мемлекет тарапынан беріліп жатқан жеңілдіктерді, жаңа 2-де 5% берілетін жеңілдіктерді тиімді пайдалану жолдарын және соған берілген қаражаттардың толыққанды игерілуіне сондай бір сәттілік деп айтуға болады. Ақтөбе облысындағы осы бір үлгілі өзгерістер осы бүтін Қазақстанға кеңінен тарап, бүтін Қазақстанға көрсетіліп, осы біздің жалпы жергілікті бизнесті өндіріп, өзіміздегі мүмкіндіктерді пайдалану мәселесін жылжытады деп ойлаймын. Ақтөбе облысы Тоғжанов әкім болғаннан бері бұл өңірдің экономикалық әлеуеті өсіп келе жатыр еді. Алғашқысын айттық, енді екіншісіне екпін берсек. Тоғжанов асыраушы саланың солқылдақ тұстарымен ашық күресті. Соның бірі сыбайластық жайлаған субсидия. Субсидияның қаржысын сан салалы жолмен жымқырған жемқорларды президенттің өзі жазалауды тапсырған болатын. Бюджет қаражатының қайтарымы болу керек. Мемлекет қаржыны оңды, солды шашып, ысырап етуге жол бермейді. Субсидия бөлуге және оның жұмсалуына жүргізілетін бақылауды күшейту керек. Республика бойынша субсидияның қаржысы межелі қадамына, бөлінген адамына жетпей, жемқорлардың жемсауына түсіп жатыр. Сол себепті Тоғжанов Ақтөбеде ауыл шаруашылығы мақсатында құрылған 30-ға жуық компанияға көл-көсір қолдауды ұмытыңдар деді. Себебі одан арзандаған ет, асылдаған түлік жоқ болатын. Аудандарда инвестиция 35%-ға құлаған. Тоғжанов қалағанын жасап жүрген қалталыларға құрық салып, мемлекеттің қолдауы тікелей әрбір жанұяға кедергісіз жетуін қамтамасыз етті. Нәтижесінде ауылдарда шағын және орта бизнес субъектілері пайда болып, тұрғындар жұмыспен қамтылды. Қиюы қашқан тірліктің ізі табылды. Сарыуайымға салынған ауыл тұрғындарының болашаққа сенім артты. 5 ауыл жұмыссыздықтың толықтай жойылғаны туралы жария етті. Үшбу мәселенің үшіншісі мынау. Ақтөбенің құрылыс саласында тасбақадай табандап қалған жобалар бар. 8 жылдан бері сенделіп жүрген үлескерлердің үнін Ералы Тоғжанов өңірге табан тірей сала тыңдады. Осылайша 540 отбасының мәселесі тиімді шешілетін болды. 2015 жылдан бері құрылысы тоқтап тұрған 11 үйдің 4-еуі 2023 жыл берілетін болды. Ал қалғандарының құрылысын 2024 жыл аяқтау жоспарланған. Тұрғындардан ақша жинап, сақалды құрылыстарды созбалаққа салған. Халыққа 4 миллиард теңгеге жуық залал келтірген бірнеше кәсіпкер құқық қорғау органдарының құзырына түсті. Үзілген үмітті Тоғжанов тірілтті. Оған атқарылған істер және халық куә. Жолдарын тауып шығарып отқан мәселелер бар. Рахмет көп. Қаншама біз 100% ақшамызды салдық, бұл 3-4 жылдан бері ұйықтай алмай жүредік. Енді тыныш ұйықтаймыз деп ойлаймыз. 4-ші түйін. Ақтөбеде өңір халқының 60% қалада қоныстанған. Ал шаһарда шикілік көп болатын. Орталықтың инженерлік желілері, қала ішілік жолы және аула аумақтары әбден тозып біткен. Тәуекел деп тас жұтқан Тоғжановтың тапсырмасымен 2023 жылы қала ішінде 65,5 шақырым жол салынды. 100 шақырым аула ішілік жолдар жөнделді. 93 ескі лифт ауысты. 42 спорт және балалар ойын алаңы салынды. Қылмысы көп аумақтарда 1200 жарық бағаналары орнатылды. Көп қабатты 6 үйдің құрылысы аяқталды. Жаңа тұрғын жайларға 325 шақырым инженерлік желілер тартылды. Кемшіліктер түзелді, тұрмыс түледі. Кәріз тазарту орталығы 1981 жылы салынған. Қазіргі жағдайда ол ғимараттың тозығы жету 80% құрап отыр. Сәйкесінше мына кәріз суларының жиналған иістерінің барлығы қалаға кері әсерін тигізуде. Осы мәселені шешу мақсатында біз 2022 жылы үлкен инвестфорум аясында Астана қаласында Ералы Лұқпанұлының бастауымен желтоқсан айында Еуропалық қайта құру және даму банкімен өзара меморандумға қол қойған болатынбыз. Сол сәттен бастап біз осы жұмысты қолға алып, аз уақыттың ішінде техника-экономикалық негіздемесін әзірлеп, бізге аквариум компаниясы
ағымдағы жылдың мамыр айына дейін техника-экономикалық негіздемесін әзірлеп беріп, мемлекеттік сараптамасының оң қорытындысын алынды. Жалпы құны 53,5 миллиард теңгені құрап отыр. Молдағұлова көшесі жақсы, маған ұнайды. Өзімізге адамдарға жақсы условия жасап қойған ғой. Балдарға игровой жасап қойған. Басқа көшелерге де осылай жасап қойса жақсы olur. Осы 5 микрорайонда тұрамын. Осы Молдағұлова көшесінде. Жақсы, биыл ремонтталды. Өте жақсы, таза. Үлкендерге де условия бар. Балдарға да бар игровой. Таңертеңсін спортпен шұғылданғылары келсе, ода бар жағдай жасалған жақсы. Бұрында осы нашарлау еді, қазір бұрынғыдан қазір жақсарды, бәрі де жақсы. Көше жақсы, таза, бәрімізге ұнайды. Салынған көшелері, тротуарлары бәрі жақсы, асфальтталған. Көңілімізге шығады, ұнайды. Гүлдер, гүлзарлар бар, барлығы жақсы. Демалып кейде отырамыз, өткенде де жақсы ғой адамдарға. Көңілің сергіп қалады. Ремонты да жақсы былай, сапалы істеген. Турниктер бар ма, жан-жақтардың. 5-ші байырқалы бастама. Аймақтардың дамуы сөз болғанда инфрақұрылымды ұмыт қалдыруға болмайды. Соның ішінде газ мәселесі өзекті. Ақтөбеде көгілдір отын қордаланған мәселелердің бірі еді. Халықтың жылуға қол жеткізе алмай жүргеніне ондаған жылдар өтті. Тоғжановтың тұсында бұл сұрақта жолға қойылып, құны 43,4 миллиард теңгені құрайтын Бұхара-Орал газ құбырының 3-ші желісінің құрылысы басталды. 1986 жылдан кейін салынып отырған газ құбырын тарихи жоба деп атауға болады. Себебі жоба Ақтөбенің алдағы 40 жылдағы дамуының кепіледі. Тоғжанов келгеннен кейін біз бұқаралық ақпарат құралдардан да естіп жатырмыз. Сол Ақтөбе облысын газдандыру мәселесі өте қолға алынды. Сол бір адамның белсенділігімен өте көп мәселелер шешілді. Лұқпанұлы леп берген 6-шы алып жоба Ақтөбе Ұлғайсын республикалық жолы. Ұзындығы 262 шақырым болатын дәлізді 4 жолаққа кеңейту, 3-ші санаттан 1-ші санатқа жеткізу бойынша қажетті шешімдер қабылданды. Тиісті құжаттар әзірленді. Жоба құны 530 миллиард теңгені құрады. Бұл бір облыстың жалпы бюджетіне шамалас қаражат. Тоғжановтың тұсында соңғы 30 жылда жөндеу көрмеген Қандыағаш-Шалқар жолы да шешімін тапты. Бүгінде 259 шақырымды құрайтын автожолдың 20 шақырымы салынды. Ең басты республикалық жолдардың ішінде үлкен жолдардың бірі ол Ақтөбе-Қандыағаш бағытындағы Ақтөбе-Астрахан трассасының Ақтөбе-Қандыағаш екіге бөлікке бөлініп, осы жолдар бүгінгі күнде жүргізіліп жатыр. Биылғы жылы басты жұмыстарын бәрін аяқтап, бірақ ауыспалы болып, келесі жылға ол жол ауыстырылады болады. Және мына Ақтөбе қаласындағы оңтүстік айналма жолының іске асырып жатырмыз. Ол үлкен жобаларды биылғы жылы мына оңтүстік айналма жолы биылғы жылы басты жұмыстарының бәрін аяқтап, келесі жылға ауыспалы болып жоспарланып отыр. Сонымен қатар мына Ақтөбе қаласының батыс айналма жолында іске асырып жатырмыз. 2022 жылы оңтүстік айналма жолы көпіріне жедел жөндеу, 2023 жылы күрделі жөндеу жүрді. Жол демекші, толғақты түйін битум тапшылық еді. Өңірде 11 миллиард теңгенің жобасы уақытылы игерілмей тоқтап тұрды. Ебін тапса алынбайтын қамал, табылмайтын амал жоқ екен. Лұқпанұлы лезде тұрғындар үшін тиімді келіссөздер жүргізіп, 95 мың тонна битумға қол жеткізді. Бұл көптен жаңағы халықтың назарында жүрген, жаңағы сын көтеріп жатқан жолдардың бірі болатын. Бұны қазір республикалық тарапынан үлкен қолдау алынып, және бұл жұмыстарды бастап кеткен болады. Алда болудың алгоритмі білім саласын қаржыландыру. Президент те бұл жайтты жыл сайынғы жолдауларында айрықша айтып жүр. Өйткені өрелі елдің ғана өрісі кең. Орта білімнің сапасы табысты ұлт болудың тағы бір маңызды шарты. Әрбір оқушының білім алып, жан-жақты дамуы үшін қолайлы жағдай жасалуға тиіс. Сол үшін жайлы мектеп ұлттық жобасы қолға алынды. Біз 2025 жылға дейін 800 мың баланың заманауи мектепте оқуына жағдай жасаймыз. Осылайша апатты жағдайдағы және 3 ауысыммен оқитын мектеп мәселесін толық шешеміз. Ералы мырза елдік іске екпін берді. Жайлы мектеп ұлттық жобасы аясында өңірде 18 мектеп салынатын болды. Оның 14-нің құрылысы 2023 жылы бастау алды. Ойы азат, санасы сергек ұрпақты қалыптастыру үшін тағы 4650 орындық 19 мектептің құрылысы қарқын алды. 3 ауысымдағы білім ұяларының санын кемітті. 2024-2025 жылдары 18 мектеп салынатын болады облысымызда. Оның басым көпшілігі осы Ақтөбе қаласында және шалғай аудандарда мына апатты деп танылған мектептердің орнына жайлы мектеп салынатын болады.
ол 300 орыннан 2000 орынға дейін. Осы мектептер салынған осы нәтижесінде 3 ауысымды және апаттық мектептер мәселесін толық шешу мүмкіндігі бар. Тоғжановтың тұсында облыс бюджетінің 40% білім саласына бағытталды. Бұл дегеніңіз 209,6 миллиард теңгеге пара-пар. Өткеннің өрмегінен шығып, бүгінгінің белестерін бағындыру үшін Ақтөбеде білім ал жобасы бастау алды. Нәтижесінде ауыл мен қала мұғалімдерінің арасындағы алшақтық жойылды. Шағын жинақты білім ордаларының ұстаздары онлайн форматта біліктіліктерін арттырды. Бір мұғалім бірнеше пәнді жүргізетін үрдіс тоқтады. Ақтөбе өңірін алатын болсақ, қалалық елді мекендердегі, оның Ақтөбе қаласы бар және басқа да қала статусындағы елді мекендер бар, және шалғай ауылдағы мектептердің арасындағы білім сапасындағы айырмашылық шамамен 15% құрайды. Енді ол шынымен де алшақтық. Осы білім ал жобасына былтырғы жылы 120 мектеп қатысты. Ауылдық шалғай немесе шағын жинақты мектептерді алатын болсақ, ауылдық мектептерді қолдау мақсатында Қазақстан халқы қорынан 5 миллиард теңге көлемде қаражатқа қосымша құрал жабдық алып беріп жатырмыз. Ол егер облысымызда 12 аудан болса, әр ауданның орталығынан тірек мектеп анықталды, және сол әрбір тірек мектепке 250 миллион көлемінде жабдықталып жатыр қазіргі таңда. Оның ішінде физика, химия, биология лабораториялары соңғы үлгідегі, және цифрлық технологияның құрал жабдықтары, оның ішінде робототехника, 3D принтер және коптерлер. Инновациялық алымсыз экономикалық адым жоқ. Сол үшін де Ақтөбеде мектептердегі 1500 бухгалтердің орнына 10 есепшіден тұратын бұлтты бухгалтерия пилоттық жобасы енгізілді. Нәтижесінде бюджет қаражаты 5 миллиард теңгеге үнемделді. Сонымен қатар мектеп директорлары мемлекеттік сатып алу, шаруашылық істерден толық босатылды. Мектеп директорлары өзінің педагогикалық құрамның сапасын арттыру және олардың ұдайы біліктілігін арттырумен айналысу қажет. Және кадрларды дұрыс таңдау, балалармен жұмыс жасау, олардың ата-аналарымен қарым-қатынас жасау, олардың тікелей қажеттілігін анықтау, сол арқылы тәрбие және білімнің сапасын арттыруға мүмкіншілік болады. Қазіргі таңда біздегі бухгалтерияның барлығы да жаңағы бұлтты бухгалтерияға өтті. Біз енді бұнымен ғана тоқтап қоймай, бухгалтерияның жұмысын тиімді ұйымдастыру. Ондағы мақсат жаңағы бюджет қаражатын тиімсіз пайдаланудың алдын алу, онымен қоса қаржылық жымқыруды болдырмау, сонымен қатар тарификация дейміз, соның дұрыс орындалуын қамтамасыз ету. Қазақстан бойынша Ақтөбеде жоғарыда айтылған жобалардың бәрі пилоттық жоба болып бекітілді. Халықтың денсаулығы да басты назарда болды. Саланы дамыту үшін жоспарлы жұмыстар атқарылды. 2023 жылы ауыл ел бесігі бағдарламасы бойынша құны 1,1 миллиард теңгені құрайтын 5 нысан салынды. Ауылда денсаулық сақтауды жаңғырту ұлттық жобасы аясында 11 медициналық объектілерді салуға 1,8 миллиард теңге қаражат бөлінді. Тоғжановтың тапсырмасымен саулық саласының бюджеті 5,4%-ға өсті. Оқытушылық қолдауымен 1,1 миллиард бөлініп, 138 фельдшерский сумка алынады. Бұл пилоттық проект, 138 сумка біздің осы ең шалғай ауылдарға барады. Біріншіден біздер осы фельдшерларды оқытып аламыз. Бұл фельдшерский сумка не үшін керек? Біріншіден, енді бәрімізге мәлім, осы біздің халқымыз ауылда тұратын медицина сапасын көтеру, уақытында көмек көрсету. Сондықтан біздер қазір осы фельдшерский сумкаларды енгіземіз. Біріншіден ол халыққа не береді? Біріншіден ол облыс орталығына халық келмейді. Бұл енді былай айтқандай облысқа келуде оңай емес. 600-700 километр ауылдар бар бізде. Сондықтан фельдшерді оқытып, сол үйіне барып, сол фельдшерский сумкамен көмек көрсетеді. Фельдшерский сумканың ішінде не бар? Біріншіден, ол мини емхана деп айтып болады. Оның ішінде 23 бағытты жаңағы құрал жабдықтар бар. ЭКГ, биохимический анализ, общий анализ крови, общий анализ мочи алынады, спирография, және де жүкті әйелдердің жаңағы баланың жүрегін қағысын білеміз.
Ералы Лұқпанұлы мұнайлы өлкелердің мұңына да бейжай қарамады. Экологиялық жағдайлардың алдын алып, ауылға көмек қолын созбайтын компанияларды сын тезіне алды. Вот ваша компания вот здесь работает, сервисная компания работает. Бурильные установки сейчас там будут. А? Это ваша компания, да, подрядные? Наши подрядчики. Да, но вы же заказчики. Да? Да. Ну, там полнейший бардак. Я сейчас заехал, специально по дороге заехал. Хотя у меня графики не было. Ондр, давай наведите порядок. Да, мы экологию. Я многие места видел, где идет бурение. А что хорошо? Ничего хорошего я там не вижу. Вот я даю всем государственным органам поручение, что полный час хлеб сделать. Индустрияландыру бағдарламасы бойынша инвестиция тарту негізгі жұмыс. Өңірге өсім беруге ықпал ететінде қосымша қаражат. Тоғжановтың айтулы мәселеге айрықша көңіл бөлуі де сондықтан. Әсілі атаулы бағыттағы әрекетті атқаруда Ақтөбеде біршама жұмыстар жүргізілді. Инвесторлар үшін қолайлы климат қалыптасты. Шикізаттық емес экономика ширады. Әріптестікке әл беріп, әлемдегі ірі компанияларды Тоғжанов өңірге тартты. Соның нәтижесінде өңірде 3 триллион теңгені құрайтын инвестициялық жобаларға жол ашылды. Облыс экономикасына 600-ге жуық миллиард теңге инвестиция тартылды. Облыста теміржол кластері құру жоспарланып отыр. Ол теміржол кластері аясында 3 жоба, яғни темір болат шығаратын завод, екіншісі теміржол дөңгелектерін, үшіншісі 800 метрлік жіксіз теміржол рельстарын шығару 3 инвестициялық жобаны бүгінгі таңда іске асыру басталып кетті. Біз оны барлық сатыларында сүйемелдеп отырық. Екінші мәселені айтатын болсақ, ол бізде медициналық кластер. Медициналық кластер бойынша да бірқатар жобалар іске асырылып жатыр. Ол бізде Казмедприбор, Орхун Медикал деген сияқты, сосын және де Global Service Company, диализатор шығару, ядрлық орталығы бар көп салалы клиника ашу. Негізгі инвесторлар дегеніміз бізде Ресей Федерациясынан бірінші айтып өту керек. Ол біздің былай айтқан кезде стратегиялық серіктесіміз деп айтады ғой. Ресей Федерациясы, Америка Құрама Штаттарынан бар, одан бөлек Италия мемлекетінен бар, одан бөлек Қытай Халық Республикасынан және Сингапур республикаларынан секілді инвесторларымыз бүгінде бар. Олармен енді шетелдік инвестор болғандықтан олармен тығыз жұмыс жасалуында. Инвестициялық көп салымдарды салуға да мүмкіндіктері бар. Яғни шикізат десеңіз шикізат, мұнай десеңіз мұнай, жаңағы металдар, барлығы ол өңірлерде мүмкіндіктер бар. Ақтөбе өңірі осы бір Қазақстанда ерекше болып өздерінің алдын қатарлы екенін көрсетті. Бүгінгі күнде Қазақстанға келген бір 20-25 миллиард долларлық әр жылы инвестиция салынады. Соның жаңағы 3 триллион, я болмасам 6,5-7 миллиард доллары, қараңыздар, бір 30% бір Ақтөбе үлесіне тиіп тұр. Қай қоғам қауіпсіз болса, соған қарай инвесторлардың да иығы бұрып тұрады. Ешкімнің айтқан емес, бұл өмірдің өзі дәлелдеген факт. Ералы Лұқпанұлы ықпа желге арқасын, соқпа желге маңдайын тосты. Өңірдегі өткір ахуал өте өзекті мақсат міндеттерді жүйелі шешті. Шағын және орта бизнестің бағы жанды, туристік сектор тірілді. Ақтөбе бюджетінің бүйірі толды. Ары қайтты, семіз шықты. Тоғжанов қиын нүктелерге қорықпай жіберетін антына адал, сертіне сенімді кадр. Қобда, ойыл аудандарын су алғанда резеңке етік киіп, үйді аралап тұрғындармен тілдесіп елді жұмылдырды. Тез әрі шапшаң қимылдың арқасында ауданда қалаға ұқсас біркелкі әдемі үйлер бой көтерді. Ауылдар гүлденді, жаңадан 36 үй салынып, Қобда Сити деп аталатын біртекті тұрғын үй бой көтерді. Көктемгі жауынның салдарынан болатын су апаттарынан шығын келтірмеу үшін аудандарда қыруар шаруа қолға алынды. Көп балалы, тұрмысы төмен отбасыларға көмек көрсету мақсатында Ералы мырзаның бастамасымен қайырымдылық шаралары қолға алынды. Өңірге өн берген келесі жоба Ақтөбе IT хаб алаңы. Индустриалды аймақта IT саласына қызығушылығы зор жастар көп. Алайда жүйелі бағдар беретін орталық жоқ болатын. Ақтөбе IT хаб жобасы осы олқылықтың орнын толтырды. Яғни нақты нәтижеге бағытталған білім жүйесі енді. Аталмыш жоба еліміз бойынша алғаш Астана мен Алматы мегаполистерінде қолға алынса, үшінші болып Ақтөбеде қолдау тапты.
Тоғжанов идеясы бар, бірақ қалай жүзеге асырудың жолын таппай жүрген дарынды жастарға таптырмас мүмкіндік туғызды. Әділетті Қазақстанның тарихын жазу деген осы емес пе? Мақтауға да, мақтануға да тұрарлық мәртебе. Қысылтаяң кезеңде етектен тартқан бөрідей әкімді тобықтан шалып, шабаланып шаужайына жармасқандар да болмай қалған жоқ. 2011 жылдан бері Ақтөбе қаласының қақ ортасында талай тартысқа түскен алаңды демалыс орынға айналдыруға шешім қабылдаған Тоғжановқа қарсы шыққандар жұмыс жасағаны айдан анық. Бірақ Тоғжанов ондайлармен айтысып тартысып, уақыт кетіруді жөн көрмеді. Жалдамалы жазғыштар жалған аккаунттар арқылы жаптым жала, жақтым күйенің әрекеттерін жасады. Ал Тоғжановпен тіркеуден өтпеген өздеріңізге белгілі блогер арасында болған қызу сұхбат жұрт арасында қызу талқыға түсті. Қазақта қазақ орысша сөйле деген масқара емес пе? Мұны көрген айналадағы елдер не дейді? Түсініксіз. Артында белгілі бір мүдделі топ пен бір күштің бар анық. Белгісіз топтар тақырыпты саясиландыруға тырысты. Биліктің беделіне нұқсан келтірумен айналысқан. Қазақтың ұлттық құндылығына қырын қарап, елемеген блогерге бірінші рет мемлекеттік қызметкер деңгейінде тоқтау салынды. Сонымен қатар мемлекеттік тілдің мәртебесін барынша төмен түсіруге тырысқан мұндай хайп құмарларға ресми жауап та берілді. Азаттық пен Стан KZ сынды ақпараттық порталдардағы пікірлердің 90%-ы Тоғжанов мырза керемет, қазаққа осындай әкім керек деген бағыттағы жазбалардан тұрады. Ал саяси сарапшы Ғазиз Әбішевтің жазбасында Тоғжанов саяси қызметте мемлекеттік тілге қатысты мүддені шегелеп тұрып көрсетіп берген бірден бір шенеунік делінді. Бұл Тоғжановты ақтау болмаса асыра мақтауымыз емес. Мақсат президенттің тапсырмаларын бұлжытпай орындап, халықтың игілігі үшін аянбай қызмет ететін азаматтың еңбегі айтылса деген ой. Тірнектеп тіршілік жасаған үшін де тәуелсіз топ-пресс KZ ақпараттық порталы өткізген әкімдер рейтингінде Тоғжанов қатарынан 4 рет бірінші орында болды. Бұл жерде президент тапсырған міндеттері мен мемлекеттік бағдарламалардың орындалу деңгейі және жергілікті билікке деген халықтың сенімі бағаланды. Халыққа белгілі қоғам қайраткері Амангелді Айталы ағамыздың жұбайы Гүлжан апамыздың мынадай жүрек жарды сөзі кез келгенге айтыла бермейді. Ерекең кетіп қалды ма? Мен соған сондай қиналып тіпті деген қатты қиналдым. Енді барлық экономиканы нені білетін ересек адам ғой, енді жан жақты білетін. Бұлар білмейм, қазір барлығына бір шоу керек. Дағы шыбырлаған бір нәрсе алған өздерін көрсететін. Енді мына баладан да білмейм не шығады. Енді дұрыс жұмыс істеп кетсін әйтеуір. Ең басты Ерекеңнің дені сау болсын, отбасы аман болсын. Ақтөбеде іс-сапармен болған үкімет басшысы атқарылған жұмыстарға жоғары бағасын беріп, өзге өңірлер Ақтөбеден үлгі алу керек деп айтқан болатын. Бұл тәжірибені жаңа айтып отырмын. Барлық өңірлерге насихаттап, кеңінен таратуымыз керек, ал осындай кәсіпкерлерге біз алғысымызды білдіреміз тек. Бүгінгінің тілімен айтсақ, Тоғжановты кризистік менеджер деп атауға толық негіз бар. Ол Ақтөбенің екі тізгін бір жыл бұрын қолына алған сәттен бастап, шағын және орта бизнестің шабысына шапшаңдық бітті. Аймақ әлденді. Аз уақыттың ішінде облыстың жолы бүтінделді. Жылу кәріз жүйелері бір ізге түсті. Тоғжанов небәрі бір жылда көлеңкеде қалған аймақты күнеске шығарды. Бір жылда 5 жылға татитын жұмыстар атқарылды. Оған кәсіпкер Аманқос Төлеуовтің мына сөздері дәлел емес пе? Ералы Ұлпанұлы, сіз облыс әкімі болған жоқсыз. Сіз халықтың әкімі болдыңыз. Сізге мыңда бір рахмет. Сол әр елмен, әр қарапайым халықпен амандасып, сіз сөйлестіңіз. Соған біз өте қуаныштымыз және сізге сәттілік тілеп қалған уақытта барған қызметіңізде әр уақытта осылай жақсы қызмет істеңіздер. Тоғжанов халық алғысына бөленді. Құрмет деген осы емес пе? Ақтөбедегі ағайынның айтуынша, Ералы Тоғжанов үлкеннің де, кішінің де тілін тауып, кезек күттірмейтін мәселелер бойынша нақты шешімдер қабылдады. Қоғам қайраткері Аманқос ағамыздың Ералы Лұқпанұлы облыс әкімі емес, халықтың әкімі болды деген сөздері де әлі де ел аузында. Бұл біздің естіген әңгімелеріміз. Естіген құлақта жазық жоқ. Біздің кадрлық саясатымыз қалай болып жатыр? Осындай тәжірибелі, хам тұлғалы азамат неліктен сырт қалды? Алаш қайраткері Әлихан Бөкейханов айтпақшы, ұлтқа қызмет ету білімнен емес, мінезден деген бар. Бүгінде мінезді адамдар керек емес шығар деген ой түйдік. Осы сұрақтың жауабын Тоғжановтың өзінен сұрайық деп едік, хабарға шықпады. Анығында бұл сұрақ бізде емес, қоғамды алаңдатып отырғаны белгілі. Қалай болғанда да бұл мәселе ашық күйінде қалмасы анық.